Армысыздар көрермен, бүгін бізде қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ елі монументінің авторы, белгілі суретші, мүсінші Сембіғали Абзалбекұлы Смағұлов. Атырауға қош келдіңіз. Біздің студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы Атыраудағы сапарыңыз туралы айтып өтсеңіз. Мен осы Атырауға ылғи жолым келіп түсіп тұрады. Ылғи осындай мәдени шараларға қатысып жүремін. Қаншама жыл болды, сол келіп жүрем. Сондықтан бұл маған жаңағындай бөтен емес. Тағы бір бұл кезекті сапарым тағы да болады деп ойлаймын. Сондықтан мен бұл жаққа әр Қазақстанның мен әр түкпіріне баруға құштармын. Сондықтан оны өзімнің парызым санаймын. Өйткені біздің жасымызға келген адамдарда жиіптерген әжептәуір білім болады. Соны біз халқымызға, ұрпағымызға, келешегімізге айтуымыз керек. Сол жаңағындай ұсынысты қабылдап келіп жатқан жағдайым бар. Осы жолы ерекшелігі, осы жолы мынау жас жеткіншектермен, студенттермен, жасөспірімдермен, жаңағы жастарымен сондай шеберлік сабағын өткізіп жатырмын. Екі жанрда мүсіннен ою, рельеф бедерлеу, одан кейін композиция құру. Сол сарайшық тақырыбына композиция құрдым. Жаңа осы қазір барып осы хабардан кейін барып аяқтаймын. Балалар күтіп отыр. Ең бір жақсы атап өтетін жағдай, балалардың көзінен оты жанып, ынтасы, білейін деген ынтасы өте биік. Енді балаларды сурет өнеріне баулу деп айтып отырсыз, иә? Бұл суретші болатын баланың өзінің дүниетанымынан, көзқарасынан көрініп тұрады ма? Қалай баланы баулу? Мынау жаңағы көп жаңағы мамандықты адам таңдайды ғой. Мына суретшілік ол таңдайтын мамандық емес. Ол жаңағы бала өзінің ананың құрсағынан жатқаннан, жаңағы бабасынан ба, жаңағы ген дейміз, тұқымынан беріле ма, ата қуа ма, солай берілетін бір жаңағындай қасиет. Жаңағы Кемпірбай жыраудан әсет ақын кеп көңілін сұраған кезде, жаңағы Кемпірбай айтады ғой, кеудемнен көгал үйрек, қош деп істі білемін, жалғыздылыққа қонбайтұғын. Сонда ол жаңағы ұялаған көгал үйректі қондыруға болмайды күштеп. Ұқтыңыз ба? Ол көгал үйректі жаңағы Кемпірбай, оқымаған Кемпірбай сол кезде қандай университет бітірді. Сол кісінің жаңағы санасында, сол кісінің білімінде, сол кісінің өмір дүние танымында қалай ол кісі дәл бере білді. Кеудемнен көгал үйрек қош деп. Ол көгал үйрек әрқайсының көкірегіне ұялаған көгал үйрек. Сондықтан соны аялап, баптап, жаңағындай өзі дарын деген ол 1% беріледі. Соның қалған еңбекпен. Оны жаңағындай соны мәпелеп, соны халық туды жаңағы адамды, өзі халықтың өнер адамдарын көп қып туа бермейді. Өзіңіз қарасаңыз, бізде мен Астанада сабақ беремін, сонда анау жерден 1-2 бала, Қазақстанның анау жерінен, әр жерінен 1-2 баладан ғана солай келеді. Бір топта 5-6 бала оқиды бізде мысалы үшін. Сондықтан ол өзі солай келеді, өзі халық өзіне керекті сондай азаматтарын, азаматшаларын туып отырады. Сол азаматтар сол халқының мәдениетін көтеруге жаралған адамдар. Солар оны білу керек, соны құрметтеу керек, сезіну керек. Сөйде солай ойлаған кезде ғана ол жаңағы халқына қызмет қылады. Жалпы енді суретшілік өнер ол банағы дарын деп айтып отырсыз, иә? Дарын. Енді сол дарынды баулу жағы қалай болып жатыр? Ата-аналар тарапынан ықпал ету балаларына. Көбіне көп банағы біздер енді қазір экономист, құқық деген сияқты мамандықтарға жақсы қараймыз, өйткені қоғамдағы беделіне қараймыз. Ал суретшілікті мамандық ретінде таңдайтындар қарасы қандай? Мысалы үшін ол өзі жаңағы өзінің түрлері бар. Мысалы үшін Ресей, біз сол ресейлік танымды алған біз үйретеміз. Қазір Европа, мен өзім әр жерде шығып жүремін ғой, сонда Европаның біздің жаңағы әріптестеріміз қалай үйретіп жатыр. Сондықтан баланың бойында біткен дүниені баяғыда біз көрме жасап жүргенде Айтбаев, Сариев, сол атақты біздің
жаңағы ағаларымыз келеді, сонда жаңағы кісілер біздің жұмысымызды қойып қоямыз, ұнамаған жұмыстарымызды теріс қаратады, ана кісі теріс қаратып кетіп қалады. Сол кезде жаңағы айтпайыптардың көзіне қарап, мына кісінің көзі реңген, ана менің жұмысымды өртеп жатыр, турап жатыр деп ойлайтынбыз. Соңғы қазір сондай жағдайға өзіміз келдік, олай қарамайды екен олар. Анау жаңағы тұрған жұмыстардың ішінен бірдеме көрсем екен, бірдемені іліп алсам екен деп қарайды екен. Сол сияқты солай қарау керек ұрпаққа. Сондықтан үйретіп, әр адам, мысалы үшін, әр жақтан келген баланың өз дүние танымы бар. Соның бәріне отырғызып қойып, анау құмыраны бәріне салғызу, бәріне бір нәрсені салу, ол жаңағы инкубатор дейді ғой. Сондай болып кетіп бара жатқанда жағдай жоқ емес. Сондықтан баланы өшіріп алмау керек. Оларды жаңағындай бәрін бір кірпішке қоймау керек. Сол кезде біз әртүрлі болып та, мына 5 саусақтың 5 саласындай 5 түрлі жаңағындай. Ол анау жаңағы стақанды жақтырмауы мүмкін. Оны жақтырмауға құқығы бар. Соның барлығын білуіміз керек. Мысалы үшін әлемде Гауди деген, мысалы үшін сіз Барселонаға барсаңыз, Гаудидің жасаған үйі бүкіл әлем сол Гаудиді көруге Барселонаға барады. Содан кейін Ле Корбюзье деген жаңағы француз атақты архитектор бар. Ол кісілер жаңағы пропорция адамды салған кезде өз пропорциясы бар ол кісінің. Ол кісілер түзу салмауы мүмкін, қисайтып салуы мүмкін, бірақ ол кісілер қандай дүние жасап кетті. Сондықтан сен неге мынаны қисайтып көріп тұрсың деген сияқты мәселелер болмау керек балаға. Баланың әркім өзінің Құрманғазы 150 жыл бұрын ба, 200 қанша жыл бұрын болды. Неге Құрманғазы жылда жоқ, мысалы үшін. Құрманғазы әлі Құрманғазы. Сондықтан бұл композиция деген болады. Композиция деген нәрсені үйрету мүмкін емес. Баяғыда біздің студенттерімізді жаңағы қазақтың жастарын Ресейге жібереді. Сонда Ресейдің профессорлары айтады, сендер бізге атты жіберіңдер дейді, жылқыны. Біз оны сурет салуды үйретеміз дейді, бірақ одан композитор жасай алмаймыз дейді. Ұқтыңыз ба? Сондықтан ол деген бір жаңағы көгал үйрек. Ол ұялаған, соны дұрыс бағыттай білу керек. Мәселе сонда жатыр. Енді мысалға шетелді айтып отырсыз, бізде қазақ өнерін дамытушылар, ән болсын, ол басқа мүсін саласы болсын, суретшілік болсын, шетелге барып бір байқауларға қатысып келіп, өзінің дарындылығын айқындап жатады, көрсетіп жатады. Бұл қалай? Неге біз өз елімізде өзіміз өз дарындарымызды көтермейміз? Неге ол шетелден бір атақ алып, шетелден бір көрініп келуі керек? Енді мысалы үшін біз өзі мықты халық болып жатамыз ғой. Сонда бірде бір кісі жаңағы ордендер таратып жатыр. Сонда айтады, мен мынау комиссия берген орденді беріп жатырмын дейді. Әйтпесе мен білем дейді. Қай қазақ өзін осалмын дейді. Ол рас. Соның бәрі осал емес. Содан кейін бірін мойындауы қиын қалыппыз. Сондықтан ол да бар. Содан кейін біз өркениетте біз жас қалыппыз. Қалаға біз жаңадан кіріп жатқан қалыппыз. Мәдениет деген сөздің өзі қала деген Медина. Мынау мединалықтар деген олар жаңағындай мәдениетті, сол мәдениет сөзінің өзі қала деген ұғымнан туындайды. Сондықтан өзіңіз қазір мынау жолға шыға қалсаңыз, біріне жол бермей, соның барлығы тар екенін көрсетіп, әлі бізге далада жүргеніміз сияқты. Ол мәселе жоқ емес. Мысалы үшін, мынау қаламыз бар. Қала салуында, мысалы үшін, қалалық мен шетелдерге барып келген кезде қараймын, мысалы үшін, мынау Лондон қаласы қып-қызыл. Мынау қызыл автобустар, қызыл телефон будкалары, оларда күнде жауын, сол сұр аспанға олар қызыл реңді халыққа қарсы қойған. Қызыл рең бір жерге барып тұрса, айналадағы сұрды рең қып жібереді, ойнатып жібереді. Сондықтан біз қазір қызыл реңді қарасаңыз, әр қалада жоқ қып жүргенбіз. Өйткені бұрынғы кеңестік адамдар бізде өкімет басына келді да, олар өзіне жабысып қалған сияқты көрінді, қызыл реңді жоқ қып жіберді. Сондықтан қызыл реңі жоғалды. Соңымыз біздің туымыз көк болсын,
мен қарсы емеспін, бірақ ол туды мынау кер кезген ғимаратқа жабыстыруға көшенің жаңағы болмайды. Өйткені көк деген суық рең. Біздің қалаларымыз бәрі суық, қалаға жатқан жеріміз сұр, аспанымыз сұр. Сондай бір мынау Германияға ұшып барсаңыз, февраль айының өзінде жап-жасыл болып жатады. Сондықтан біздің жеріміз, мен осында келе жатқанда тағы да қарап келдім. Қара сұр, мен өзі Германияда болғанда суретшілері бір жыл бізге болды, содан кейін оларға енді келесі жыл барғанда солар сұрады. Мынау самолеттен келе жатып иллюминатордан қандай қылып көрдіңіз дейді Германияны. Сонымен жап-жасыл қылып көрдім. А сендер қандай қылып көрдіңіз? Қара сұр дейді. Сол кезде мен бір түрлі болып қалдым. Менің сары даламым қайда деп сондай бір аузыма сондай бір келіп тоқтадым. Соны қайтып келе жатқанда қарасам, шынында да жаңағы соны біз шешуіміз керек. Мына суретші қауымы. Ол біз жаңағы шеберханаға кіріп алып картина ғана езгеніміз емес. Біз ол халыққа бүкіл жаңағы қала деген мәдениет. Мысалы үшін жаңағы көк рең неге айтып отырмын? Көк рең ол жол ережелерінде тұрған. Ол қаладан, басқа елдерде қаладан суырып алған рең. Басқа кездеспейді өйткені. Жаңағы айдап келеткен жүргізушіге оттай басылып тұр ол жаңағы. Ол жерде жаңа гармониямен есептелмеген, ал солдай суық декларативті қатынаста жасалған. Ақпараттық. Иә, ақпараттық. Біз қазір сол бүкіл қаланы ақпараттық, жаңағындай ережелік, жаңағы ескертпелік қып жібердік. Көрдіңіз, мен қарап отырсам, өз жердің өзінің бәрін көгала. Бізде жаңағы бір мейрам бола қалса, көгала қойдай болады. Қызылды жасыл деген сөз бар бізде, қазақтың тілінде. Біздің бүкіл жаңағы киіз үйдің жаңағы безендіруін қарасаңыз, қызылды жасылмен безендіреді. Көк реңді кездестірмейсіз. Қазір біздің сондай мейрам бола қалса, бүкіл қаламыз көгала қойдай. Мен соны қазір көтеріп жүрмін. Айтып жүрмін. Оны тіпті жай халық түгілі мамандардың өзіне түсіндіру қиын. Оны көрген кезде, мына суретші адам барып көрген кезде, көп адам шетелге барып келеді, бірақ оған назарын бөлмейді. Біз мынау өзі монументальный өнерді оқығаннан кейін, ол суретшінің әр жасаған дүниесі қоршаған ортамен, сәулеттік ортамен байланысты болу керек. Сондықтан мен соны маманымын, және де көрмесең, білмесең, естімесең, мен де жүрер едім солай. Бәрі сұмдықты. Шетелде басқа ұлттың арасында жүрген кезде де біздің өзіміздің жаңағындай қасиетіміз. Біз сондай ерекше халықпыз. Өйткені маған бір Кипрда жүргенде бір математика доктор айтады. Сендер мына түркі халықтарының ішіндегі мықтыларсыңдар дейді. Соның құпиясын айтайын ба дейді. Сендер жеті ата қыз алыспайсыңдар, қандарың таза дейді. Сендер бәр салада ойнайсыңдар дейді. Сол сияқты жаңағы құл болып барған бейбарыс патша болды. Барлық жерде солай. Барлық жерде біз жаңағы шетелге шыға қалсақ мойындатамыз. Сол мойындамай жатқанымыз сол өзіміздің бір тән жаңағындай ол бір тән қасиет. Бәрі мықты, ол рас, ол бәрі мықты. Бірін мойындауы қиын. Не істейсіз енді? Оны жаңағы айтады ғой қазақта, шынтағыңды тістей алмайсың ғой дейді. Сол шынтағыңды тістей аласың ба? Енді шетелге бар әлем елдеріне танылған, барған, тәжірибе алмасқан өте жақсы, әсіресе өнер адамдары үшін. Енді шетелге барғанда не алып қайтасыз? Қалай қуаттанып қайтасыз ба? Не идеялар толтырып қайтасыз ба? Әрине, ол кезде барып шетелге барып келгеннен кейін сен өзіңнің еліңдегі жетіспей жатқандығыңды көресің. Неміз жетіспей жатыр? Қай саланы біз көтеруіміз керек? Соның бәрін біз ойластырып жүреміз. Олай жаңағы ел басшылары да ойлап жүруі мүмкін. Өйткені мен олардың да тыңдаған кезде айтып жатады. Сондай олар да енді жас халықпыз ғой, келе жатырмыз. Біз жаңағы осы қала болып жатқан осы ес білгеннен бері біраз нәрсе өзгеріп жатыр. Біз жаңағы бұрын қазір өзі ақпарат заманы болғаннан кейін
атом ғасырын өттік, ақпарат заманы болған, бәрі ақпаратпен келіп жатыр. Сондықтан ақпарат ол жылдам болады. Соның әсерінен бізде бәрі жылдам өту керек. Және біз өзі жақсыны да жаманды да тез сорғыш қағаз сияқты қабылдап алатын халықпыз. Сондықтан менің жаңағы үмітім зор еліме, халқыма. 2013 жылы Бейжің қаласында болған суретшілер форумында күллі әлемдегі бейбітшіл суретші деген атаққа ие болды. 40 елден суретшілер келді, сол суретшілердің ішінен өздері төралқа сайланды. Содан кейін сондай бір номинациялар ұсынылды. Енді ол жаңағы әрқайсы әртүрлі алып жатты. Оны жаңағындай енді жаңағы бір шенеунік беріп жатқаннан гөрі сенің әріптестерің бағалап жатқаны ол құнды. Мысалы үшін, өйткені оны жаңағы әріптестерің мамандар бағалап жатыр. Сондықтан ондайды біз өзіміз жаңағы тіркеп қоямыз. Көп дүниені, мысалы үшін, жаңағы шенеуніктерден алған жаңағы ондай нәрсені біз мойындай бермейміз. Өйткені ол жаңағы шенеунік ол сені бір басқаша бағаланады. Сондықтан ол күй болса, мысалы үшін, бейнелеу өнерінің бағалануы өзі ерекше. Сондықтан өнерді түсінетін адамдардың қолынан алған дұрыс дейсіз. Дұрыс, иә. Сол, мысалы үшін, егер маған жаңағы музейден әкімнен алғаннан гөрі сертификатты, музейдің директорынан алған бағалы. Ұқтыңыз ба? Енді суретшілерді ең бейбітшіл суретші деп жатыр, иә? Суретшілерді жалпы бөледі ме? Енді сол кезде тақырып сондай болды, жаңағы ұсынған жұмыстарыңыз сондай болды? Жоқ, сондай бола қойған жоқ, бірақ та алдыңғы жұмыстар бар, қорытындылар олар. Біз жаңағы суретшілер, мен өзі 10 жыл қатарынан барып жүрдім, 2 рет жылына Қытайға. Сол бір сондай ұйым болды, солар ұйымдастырып тұрды. Мынау ШОС деңгейінде, ШОС емес деңгейде ұйымдастырылып тұрды үлкен. Сол арқылы мен әлемнің біраз суретшілерімен танысып, жаңағындай дос болдым. Сондықтан бір жақсы жерлері өте көп. Сондай өзіңмен жаңағы әріптестерімен пікір алысу, жаңағы тәжірибе алмасу деген сияқты. Содан кейін, мысалы үшін, Парижге барып жатсаң, сені Парижден жолдастарың табылып қарсы алып. Мынау өзі суретші халқы деген өз алдына бір ру. Ол жаңағы дінге де, руға да, жаңағы ұлтқа да бөлінбейді. Сондықтан өзі ол сондай өзі әлемде ешкімге бағынбайды. Бағынбайды, иә, сондай өзі халық. Енді мына суретшінің ішкі жан дүниесін, дүние танымын ол суреттер көрсетеді. Сіздің суреттеріңіз нені айтқысы келеді? Нені айтып жүрсіз сурет арқылы? Сурет арқылы мен екі жағдайда айтамын. Мысалы үшін, кейбір кезде бір композицияларды көрем. Сол композициялар біздің ұлтымызда құралады. Мысалы үшін, осындай күрделі композицияларды біз неге құралмаймыз деген жаңағы Европаның жаңағындай суретшілері құралатын сондай композицияны мен неге құралмаймын, мен неге сондай дәлелдеп, соны зерттеп, сондай намыстанып жасайтын жағдай болады. Сондай жағдайда құратын кезім болады. Одан кейін жаңағы бір өзі жетелейтін құпия бір сондай тылсым жағдайлар жетелейтін жағдай болады. Оған да еру керек. Өйткені мынау адамның өзінің ақылы ол шектеулі ғана. Ақылға сенсең шектеулі ғана. Ал ішкі дүние ол шексіз космос. Соған үңілу, терең үңілу, оны Абай да айтады, Шәкәрім де айтады, сонда ұлы жазушылар айтады, гурулар айтады. Соны сіз еңбек еткен сайын, Тесланың өзі айтады, адамдың энергиялары, қуаттары өлген жоқ дейді, олар жүр дейді. Ол сол қуаттар еңбек етіп атқан адамға кеп құйылады. Құйылған кезде сол қуат сіздің ішіңізден шыққанда сіздің біліміңіз, тәжірибеңіз, туған жұлдызыңыз сияқты көптеген ингредиенттердің қосындысынан барып ол жаңағы сызық, қандай да бір сызық болып, аттың образы ма,
қыздың образы ма, таудың образы ма, сондай құстың образы ма, солай болып шығады. Соның өзінен адам өзі туралы үлкен информация қалдырады. Менің жарымның жолдасы Көріпкел. Сонда бір келіп жұмысына, анау қабырғада Айтбай Құлбай деген менің бір досым өмірден өтіп кетті, соның жұмыстары тұрады. Мынау кімнің жұмысы дейді. Осындай менің жолдасымның досы дейді. Бұл кісі білмейді, 3-4 жылдан кейін қатты ауырады дейді. Көрдіңіз бе? Соны жаңағы 3-4 жылдан кейін жаңа досым қайтыс болды. Сонда жаңағы адам, теологтар анау адамның информациясы қалдырған, ізін қалдырғанын байқап отыр. Содан кейін тағы да сол келіншек тағы бір келгенде бір бұрышта тұрған жұмысты жүгіріп барды, амандасты да. Мына жұмыстың авторы кім? Бұл кісі не тірінің арасында, не өлінің арасында жоқ дейді. Ол кісі 9 жыл болды комда жатқан иесі. Сонда көрдіңіз ғой, суретші ол жай ғана сызып қана қалдырған жоқ. Ол жаңағы табиғатта жаңағы аңдар өздері бір метка қалдырып жатады ғой. Біз де солай өзіміз туралы информация қалдырып жатамыз. Сондықтан мынау Холс деген нәрсеге кенепке келген кезде адам таза болып, таза информация қалдыруға тырысу керек. Өйткені біз дамып жатырмыз. Дамығанда жаңағындай жағдайларға да жетуіміз мүмкін. Қазір мынау келе жатыр интеллектуальный не дейді жаңағы? Жасанды интеллект дейді. Ол да оны машина жасайды. Ол да адамның жаңағындай жетегімен жасайды. Ол машина жасағаннан кейін ол көп және де шексіз қылып жасайды. Олған адам тез тояды. Сол тойғаннан кейін тойып балар, олар шын, ол қуат жоқ оның бойында беретін. Шын қуаты бар жаңағындай қолмен жасаған дүниелерді аңсайтын болады. Сондықтан суретші ешқашан өзінің жаңағы еңбегінен үмітін үзбеу керек. Сол рукотворный дейді, соны жасау керек. Сондай дүниелерді деп ойлаймын мен. Қазақ елі деген жобаңыз бар, сол қазақ елі жобасында әр ғасырларда өмір сүрген арыстарды, яғни арыстардың рухын бір-бірімен байланыстырдыңыз сурет арқылы. Ол арқылы не бергіңіз келді? Ол арқылы жаңағындай ол жерде де ең бірінші композиция. Композицияны іздейсің, оның барлығы бір-бірімен үйлесу керек, бір-бірімен үйлесім тауып жату керек. Сол кезде ғана ол композиция болып шыққан кезде ғана бар, бұл тірі организм сияқты оқылады. Қараған адам тірі организм сияқты оқылады. Содан кейін басында самұрық құсы тұр. Самұрық құсы дегеніңіз ол адамзаттың тілін білген, адамды жаңағы көк тәңірмен байланыстырған, адамды емдеген. Содан кейін маған бір үлкен адамдар, сен анау сақ дәуіріндегі қара құстар бар ғой, соғысатып істе деді. Одан кейін ол қара құс арам. Содан кейін біз жаңағы самұрық құсы өзі бізге Ираннан келіп, қазақтың дәстүріне келіп қонақтаған құс. Сонда мына өзбектерде де оны адал құс қылып жасайды. Сол сақ дәуірінен бері қарай бізде қаншама эволюция өтті. Біз арам мен адалды айырдық. Ұқтыңыз ба? Мен арам құсты қалай біздің жаңағы адамды емдейтін қой аламанда. Сондықтан мен сондай көгершіндес, тауық тәріздес сондай адал құсты қойдым. Содан кейін жаңа айтып жатты маған, сол жаңа біздің ертегің бір жерде ғана кездеседі, ертөстікте. Сонда ол ылғи қанатынан қар жауып келеді, өйткені ылғи жаңағы ұясын айдаһар жұтып жатады. Солай қанатынан, сондай неге жасамады дейді. Одан кейін мен оны таранған, жаңағындай сыланған, салтанат құрған қылып жасадым. Өйткені ол елдің символы. Ол елге ертеңге жұмыс істейтін символ болу керек. Мысалы үшін неге Жапон елі осы дүние жүзі халықтарының бір таңдаулы елі? Бізде соған, мысалы үшін сіз Жапонияның ескі хроникаларын қарап отырсаңыз, олардың жаңағындай алғашқы старттық деңгейі бізден әлдеқайда құрдым болған, сорақы болған. Солар қандай ел болды? Біздің жағдайымыз қандай, старттық жағдайымыз. Сондықтан біз үлкен ел болатын, сондай
мүмкіншілігіміз әбден биік елміз. Сондықтан сондай самұрықты жасадым. Кешегі ғұн дәуірінен бастап жаңағы осы біздің экспоға дейін әкелдім. Экспоға дейінгі сол кезде бәрін бір-бірімен өрдім. Осы жаңағы осы композицияны құрғаным екі жағдайда құрам дедім ғой. Біреуі неге біз байлап өріп, өйткені бізде көп жағдайда жаңағы шахматтың тасы ұқсатып персонаждарды бәрін жаңағы адамға өстіп арбастырып қояды. Оған арбасқан адамға жаңағы көрермен кіре алмайды. Ол жаңағы футболдың қақпаға гол өткізбейтін қақпашы ұқсап тұрады да. Сондықтан мен Европаларды, жаңа Европа антика заманының өзінде олар композициялық өрнектерді әдемі құралған. Біз Европасыз живопись туралы, композиция туралы сөз айтамаймыз. Сондықтан солардан үйреніп, солардың жаңа өргенде біз де өре аламыз өз. Сондай деңгейде әйтпесе сол тақырыпқа жасамай жатқан адам жоқ. Бірақ та бәр көп салатта жаңағы шахматтың тасындай оның біреуін алып жаңағы лақтырып жіберсең бірін-бірін іздемейді. Олар жаңа өрген кезде, тарқатқан кезде тоқыманы білесіз ғой, ол барлығын тимейтін жаңа несі жоқ, жаңағы күршегі жоқ. Бәріне тиеді. Композицияда солай болу керек. Анау жерде арқар тұр ма? Неге тұр? Ол арқар жаңағы аңшының жаңағы мүштігінің ұшында тұр жаңағы. Ол да ұсталып тұр мына жерде. Сол сияқты мысалы. Сондай жағдайда құрған еңбегім еді. Тек сол бағытта неге біз соны құра алмаймыз деп жастарға арнап жасаған. Тағы бір сол деңгейде тағы да бір композиция құрдым. Қоян жәрмеңкесі дегенде. Өз жерде де сол жаңағындай мәселе ең бірінші жаңағы көркем мәселесі, художественный проблема, көркемдік мәселелер туындағаннан. Бейнелеу өнерінде негізі ең бірінші тұратын нәрсе ол пластика. Ал әңгімені оны жазушылар жазады, жазушылардан қалған. Сондықтан біз особы жаңағы әдебиеттік ол үстінен жамалатын нәрсе ол жаңағы. Ең біріншігі оның жаңағы архитектоника дейді. Архитектоника деген оның жаңағы омыртқасы, жаңағы скелеті. Ол осы жаңағы құндылық, жаңағы талапты құндылық тіпті әдеби шығармаларда, жаңағы әдебиеттік шығармаларда қойылады. Архитектоника деген. Сол бір-бірімен үйлесімі бар ма? Екі тарақ, үш тарақ тарауғып жаңағы романды жазды, әрқайсысы өзінше ма? Оларда бір өзін ұстап тұратын өзек бар ма? Сондықтан бұл композиция құрғанда да оның өзегі болу керек. Бірде мені бір министр шақырып, бір композициясын көрсетіп жатыр. Осыны алайын деді ма, детейін деді ма, есімде жоқ. Соны мен оны жамандап бердім. Соны кейін, ал соны маған түсіндіріңізші деді. Мен айттым, мен бұны нотаға айырбастасам, соны нотаны айтатын адамдар мұны миманот деп айтады. Егер мен бұны әдебиетке ауыстырсам, жаңағы жазушы келеді айтады, мынау сөздер жинағы, набор слов. Сөздер жинағы дейді, бір-бірімен үйлеспейтін сөздер. Мына жерде бір-бірімен үйлеспейтін элементтер дедім. Бұларды сол жаңағындай орысша айтсам, отряд не заметил потери бойца дейді. Отряд өзінің біреудің жоғалып қалғанын білмейді, өліп қалғанын. Бәрі байланыс жоқ деген сөз. Байланыс жоқ. Сондай байланыс болу керек. Оған да ол мәселеде бізде етек алып бара жатқан, көп етек алып бара жатқан мәселенің бірі. Оны мен көтеріп жүрмін, республикалық деңгейде де, отыра қалған жерінде де, мамандардың арасында да, барлық жерде айтып жүрем. Біз жаңағы түрік суретшілері әр жерде кездесіп жүреміз, үлкен суретшілері. Әзербайжанның, Өзбекстанның, Қырғызстанның, Түркменстанның, сонда ылғи профессорлар кездесіп осы мәселені көтеріп жүреміз. Оның әсері қайтқан кезде әр өзіміздің елімізге келгенде айтып жатамыз. Енді мәселені айтып жатырсыз ғой, жалпы суретшілерде қандай мәселе бар? Мәселе көп суретшілерде. Әуелі ең бірінші жаңағы суретші өзінің
жаңағындай суретші екенін, оның жаңағы ең бірінші жасап жатқан дүниесі әуелі өзінің ішкі дүниесіне байланысты болу керек. Содан кейін барып қана жаңағы оны қабылдай ма, қабылдамай ма. Мысалы үшін жаңағы Францияның атақты суретшісі Ван Гогтың өзі өмірінде қабылданбай кетті. Онда қабылданбай кетіп жатқан біздің жандарымыз қаншама. Ол кейбір кезде Пикассоны қарайсың. Пикассо қандай өндірісті суретші болған. Ол қоғамға байланысты. Бізде де сондай өндірісті суретшілер болар еді. Оны қоғам қабылдап жатса. Бізде сол неге 60-шы жылдықтар дейміз. 60-шы жылдары суретшілер мен қоғамның жаңа қабылдауы өте биік болды. Сол кезде бір жаңағындай лек-легімен суретшілер, жазушылар, жаңа Оралхандар, Айтбаевтар, сондай адамдар бөкейіптір. Сондай адамдар туындады. Одан кейінгі заманда 70-ші, 80-ші, 90-ші жылдықтар бөлінеді. Одан кейінгі бір кезеңдерде өзі басын күйттеп кеткен заман болды. Әлі күнге дейін одан біз әлі тығырықтан шықтық деп ойлап жатқан жоқпын. Сондықтан бұл мәселе халықтың рухани деңгейімен өте байланысты. Мысалы үшін суретшілер биік өнер жасау керек. Биік өнер дегеніміз ол бәріне түсінікті болуы мүмкін емес. Ол жаңағы Абай айтқандай, неге Құнанбай айтқандай жайдақ болма дегендей, ол жаңағы бәрінің, мысалы үшін Димашты қабылдағанда ең бірінші оны қабылдаған жаңағы концертте, Қытайда концертте отырғандар ылғи әрқай көрермен мамандар отырыпты. Солар басын шайқап, әйтпесе Қытай деген бізден әлдеқайда озып кеткен жоқ санасы. Бірақ ана жерде отырғандар мамандар болған екен. Көрдіңіз ғой. Димашты бізде әлі күнге дейін оны мен радиодан естімеймін, что жаңа Димашты беріңізші туған күніне. Оны әлі халық ол биік өнер. Биік өнерді қабылдау үшін адам тартылу керек. Оның анау арасына түсіп, маған бір досым айтады, ол Димашты мен қабылдай алмаймын. Анау мелодичный өлеңдерді қабылдаймын. Мелодичный өлеңдер әбден бізге неге жаңағы сіңіп алған қотырымыз ғой деймін. Оны қассақ жанымыз кіреді ғой. Димаш ол жаңадан оған біз тартылуымыз керек, Димашты түсінуге. Ол Димаш жоғарылаған сайын ол мына шекара жойылады, ол бүкіл мынау түркі халқы, бүкіл әлем Димашты қолдайды. Ол сондықтан ол биік өнер болады. Деймін. Дұрыс па? Дұрыс айтасыз. Мына халық қабылдамайды дедіңіз ғой. Енді оны халық қабылдау үшін, олардың өресінің биік болу үшін бізде қызмет етуіміз керек. Әрине. Сондықтан мен сол осы келіп, қазір Астананың өзінде мен қаншама университеттер шақырып жатыр. Сондықтан мен барлық жерде тынбайым, барам. Әлихан Бөкейхан мен бұл қазақ ұлтына қызмет етпей кетпеймін деген. Ол Әлихандар жаңағы рухы өліп қалған жоқ, олар тірі. Сондықтан біз де сол ұқсап бағуымыз керек. Оны бізді көріп ертең жаңағы келе жатыр ғой, айтады. Бізде өзі халық деген ол жаңарып отырады, өзін туып отырады. Сондықтан әркім өзінің деңгейінде, өзінің жаңағындай түсінігінде қызмет етуге тырысу керек. Мына өз сөзіңізді айтып, жалпы бұрынғы күнкөрістің қанымен өткен кезеңнен біз әлі шыға алмай жатырмыз. Яғни өзіміздің мәдениетіміз, әсіресе мына суретшілік өнерді әлі біз түсіндіре алмай келе жатырмыз. Мысалы, қазір сурет өнеріне аса көп қызықпайтын секілді. Сатып алушылар да, тұтынушылар да күнде бір картина алып отырған адамды, оны бір мағынасына бір түсініп отырған адамды көрмейсің. Сонда суретшілер қалай күн көріп жатыр? Енді өз айтады ғой, жаңағы адам сені осындай сурет шығып жаратты ма, сен содан нәпақа табасың. Содан оны жаңағындай сатып кетсең кешірмейді. Сондықтан адам сол өзіндегі бойындағы өнерді құтқару үшін, мысалы үшін шетелге барып жүрген кезде шетелдің суретшілері түнде барып ыдыс-аяқ жуады или тағы бірдеме істейді. Бірақ өнерін таза ұстайды. Өнерін жаңағы конъюнктураға апармайды. Тіршіліктің қамына қарай жолатпайды, иә? Жаңағы біреулерге жаңағы халықтың ұнайтын нәрсеге халыққа ұнайым деп жасайтын дүниені жасамайды. Анаған ұнасын, ал өзінің жаңағы жүйесін, стерженін алып отырады.
Бірақ оның есесіне сол өнерін құтқару үшін ол жаңағындай жұмыстарды істеп келеді. Көрдіңіз бе? Біздерде де сондай жағдайлар туып жатыр. Бірақ кейбіреулер жаңағы мынау әлеуметтік желілерді пайдаланып кішкене бейімделіп жатыр. Жаңағы мынау телефондарға бірдеме салады, или сондай таныстырады жұмыстар. Телефондық сыртын қабына арнап, или сөмкелерге бірдемелерге арнап, сөйтіп холодильникке жабыстыратын бірдемелерді тоңазытқышқа жабыстыратын магнит қып істеп жатыр. Көрін сөйтіп кетіп жатқандары да бар. Сондықтан әркімнің өзінің жолы бар. Әркім біреуі жаңағы суретке келгенде атақ алсам дейді, біреу ақша тапсам дейді. Әркім әртүрлі көзқараспен келеді мына суретке. Сол сияқты оның әуесқойлығы бар, оның кәсібилігі бар. Сол екеуін білімді адам ажырата білу керек. Ұқтыңыз ғой? Мынау қайсысы білімді өнер, қайсысы әуесқой өнер. Сондықтан әуесқойлық ол барлық жерде бар. Мысалы үшін мынау тойский әндер дейді, мысалы үшін олар үлкен сахнаға жіберілмейді. Мысалы тойда айтылатын жаңағындай сондай бар ғой. Біз бұл жерде де сондай бар. Біз бейжік өнер мен әуесқойлықтың арасында. Енді жалпы суретшілік өнерге келгісі келетін, сурет салуды ұнататын жастар болуы мүмкін, Енді олар осы жолды мамандық ретінде аламын да алмаймын да деген сияқты екі ойда жүруі мүмкін. Сізде де сондай мәселелер болған шығар кезінде? Әрине, соны мынау Винсент ван Гог айтады, ағасына хат жазып жатыр. Егер де сенің ішкі даусың дейді, сен суретші емессің деп айғайлап тұрса дейді, сен ештеңеге қарамай жұмыс істей бер дейді. Ең ақырында жаңағы дауыс өзінен өзі өшеді дейді. Көрдіңіз бе? Соны өшіру керек. Содан кейін адамда сенім туғызу керек өзінде. Сенім деген нәрсе ол өте биік нәрсе. Өзінде сенім туғызған адамға жаңағы қандай үлкен көлемде болсын, или жаңағы тіпті үлкен көлемде болсын, бірдемені жасау жаңағы санамен жұмыс істеу керек адам. Санасына сіңдіру керек. Сол сенімді санасына сіңдіргенде ғана барып, ол жаңағындай керемет дүниелерді, батыл дүниелерді туғыза алатын болады. Сенімді сол дүниесімен ол сендіре алатын болады. Мысалы үшін жаңағы кейбір дүниелерде мағынада болмауы да мүмкін. Болуы да ол керек емес. Мағынаны ол жаңағындай жаңағы бір абстракт дүниелер болады. Оған сен мағына құя алмайсың, өйткені ол абстракциялық. Біздің тілімізде де жаңағы абстракция өте дамыған. Мынау қазақтың тілі, сіз жаңа батырлар жырын оқып отырсаңыз, 3 триді дейді ғой. Тридідан жоғарыдан қарасаң, асты үстінен жырлайды. Сонда ойлап отырсаң, мына кісі триді дейді ғой. Жаңағы солай жырлап отыр. Сондықтан біздің тіліміз өзі істей алмайтын, көшіп жүргеннен кейін сурет сала алмайтын, мүсін жасай алмайтын дүниелерді тіліміз албаған. Сондықтан біздің тіліміз өте құнарлы. Суретте дәл сондай, бірақ бояп салады. Суретте, мысалы үшін жаңағы біздің құс қайтып келеді Алматыма, қондырып көктемді қанатына дегенді сіз испанша аударып беріңізші. Өліп қалады, құлап түседі. Мемлекеттік сыйлық иегері атандыңыз. Жалпы бұндай атақтар беру шығармашылық адамды шабыттандырады ма? Әрине, жауапкершілік жүктейтін де шығар. Жауапкершілік жүктейді. Содан кейін кейбір адамдар соны ала алмай, қаншама жыл өмірден өтіп кетеді. Оны өзі көп те бере бермейді. Сондықтан оған жаңағындай ризашылығымды айтам, тағдырға ризашылығымды айтам, еңбегінің бағаланғанын айтам, соны ұсынған азаматтарға айтам алғысымды. Ол жаңағы өлеңде де бар ғой, досым қазанды ататын болғаны керек екен деген сияқты. Ол да керек. Сондықтан суретші адамы өзі мақтап тұрғанды да қалайды. Сондықтан оған дандайсып кетуге болмайды, оны дұрыс бағалай, өзін қабылдай білу керек ол дүниені де. Сондықтан ол саған жүк артады. Жауапкершілік артады, мысалы үшін. Сондықтан соны ақтауға тырысасың. Әр жерде осы келіп тұрған соны ақтау
әр нәрсе саған халықтың аванспен беріледі деп ойлау керек. Сондықтан жаңағы Пикассолар бар, сондай адамдар, сондай атақты алмай-ақ кеткен адамдар бар мысалы үшін. Ол біздің елдерге тән ғана сондай бір атақтар. Сондықтан оған дұрыс қарау керек. Жаңағындай суық баспен қарау керек. Негізі Атырау жерінен өте мықты суретшілер туды. Жаңағы Сыдықанов, Галимов, Сариев, Жоламанов болды осында, Аралбаев. Біраз осында Әділқайыр Жантасов. Әділқайыр Жантасов. Осында біраз жастар да бар. Жаңағы Абзалов. Керемет Сәдір бар, қандай керемет. Сондықтан осы жер бірде жаңағы бір зам әкіміне хат жазып жүрген, осындай адам бар, 60-қа келіп жатыр. Атырау жері мұнайға ғана бай емес, осындай тұлғаларға да бай, соларды қатарынан қалдырмай жаңағындай юбилейін атап өтіңдер деп айтып едім. Соны тыңдап, юбилейін атап өтті. Сондықтан жастар келе жатыр, ынтасы өте биік. Осы жерде жаңа мұғалімдіктен басқа тағы да кәсіби суретшілер жаңағындай оқу орнын ашу тіпті керек. Өйткені сонау бұл жерде жаңағы біз барып жатқан барлығы мұғалімдік. Ал кәсіби суретшілікке де осы жерде жаңағы осы өңірде Орал бар, Ақтөбе бар, осы өңірде де соның біреуі туындап жатыр. Мен осы телевидениеден айтып отырмын. Оны да жаңағы азаматтар көтеру керек. Осы жерде де дамыту керек соны. Бұл жерде потенциал өте биік. Сол потенциалды ашуымыз керек. Рахмет ағай, бүгін Атырауға келген сапарыңызда өзіңізді осы студиядан көргенімізге қуаныштымыз. Қазақ өнеріне, қазақтың сәулет өнеріне өз еңбегіңізді әлі де сіңіре беріңіз. Сіз халыққа керексіз, сіздің қылқаламыңыздан туындаған дүниелер бізді әлемге паш ете берсін деген тілектеміз. Рахмет. Рахмет, тәңір жалғасын. Мінекей құрметті көрермен, осымен біздің қонақ хабары тәмам. Амандықта жүздескенше.